Менің атым Еділ. Батыста мені Аттилла, Құдайдың жазасы деп атаған. Өз заманымда түгел Европа мен Рим папасын тізерлеткен ұлы ғұн империясының билеушісі болдым. Мен тек дәулеттен шықтым. Әкем мұздық қаған ғұндардың Ақсүйек руынан болған. Бала кезде ең беделді ұстаздар маған әскер басқару мен шайқасуды үйретті. Әкем қайтыс болғанда таққа менің ағам Біледа отырды. Менің ағам санасы төмен, қабілетсіз билеуші болды. Әр шайқастан жеңіліспен оралып, елімізді құлдырата бастады. Мен оның билігіне 10 жыл шыдадым. Бірақ оны тоқтатпасам, еліміз әбден құрып кететінін түсініп, ақыры кеудесіне қанжар сұғып, өз қолыммен